Сәлеметсіңдер ме балалар? 3-ші сынып әдебиеттік оқу пәні. 70-ші сабақ күш атасы тақырыбы. Сабақтың мақсаты шығарманы жоспар бойынша әңгімелейсің. Бірінші тапсырма қазақша күрес сөзінің мағынасын ашатын сөздерді ата. Қазақша күрес сөзінің мағынасын ашатын сөздер: белдесу, алып күш, балуан атану, намысшыл және ойшыл болу деген сөздер күрес сөзінің мағынасын ашылады. Екінші тапсырма мәтінді түсініп оқы. Балуан. Қажекең жер шарының 24 елін аралап, олардың балуандарымен белдескен. Алтыны бар, күмісі бар, барлығы 48 медаль алған. Медальдарын ені 1,5 қарыс қызыл масаты матаға тағып, кеудесін айналдыра асынып алатын болған. Ол 1905 жылы Қытай еліне барады. Бұл сапарға Ресейден 18 балуан қосылған еді. Құрамында поддубный болмайды. Қажекең ресейлік балуан поддубныймен бірге жүріп күресетін. Жол жүрерінде поддубный оған: Қажымұқан, қасыңдағы серіктерің сенімді жігіттер, бәрі де алып күштің иесі, бірақ олар әлі ысылмаған жас балуандар. Сондықтан үлкен балуан келгенде белдесуге өзің шық дейді. Қажымұқан досының осы сөзін есінен шығармайды. Сайыс Харбин қаласында өтеді. Оған 30-ға жуық балуан жиналып күш сынасады. Алғашқы күнгі бірер күрестің өзі Ресей балуандарының басымдылығын көрсете бастайды. Арада бірер күн өткен соң кілемге Сарикеки дейтін балуан шығып, ажал күресіне түсетінін айтады. Жапондар оны Жиушицу дейді екен. Ресей балуандары бұл күрестен бейхабар еді, сондықтан ешкім белсеніп ортаға шыға қоймайды. Сарикеки болса кілем үстінде жүріп алады. Төреші де қайта-қайта жар салады. Болмаған соң Қажымұқан тәуекелге бел байлап ортаға шығады. Әу дегеннен Сарикеки мысықша қимылдап балуанды айнала жүреді. Өзіне беймәлім күрестің сырын бағдарлаймын дегенше, Қажымұқанның бір жақ беті мен ерні жұлынып қан сорғалайды. Сарикеки мысықша атылып, тиген жерін пышақ шайтылып қайрады екен. Екінші рет қоңырау соғылғанда Қажымұқан ашуға булығып, шындап қайратына мінеді. Денесінің ауырған елеместен Сарикекиді желкесіне бір қойып қалады. Жапон балуаны жеңіліс табады. Цирк лезде айқай-шуға толып, жапондар қарсылық көрсете бастайды. Ресейдің 18 балуаны ешкімді жолатпай, үркердей топтанған күйі цирктен шығып, елшілер үйіне келеді де түнгі пойызбен кері қайтады. Бәрі қуанышты. Бірі Қажымұқанның жарақатын таңып жатса, бірі сусын береді. Енді бірі бетін сүртеді. 5-6 күннен соң Петербурға жетіп, Қажымұқан ауруханада емделеді. Оны ең жақсы деген дәрігер қарап, достары да жалғызсыратпай жиі келіп тұрады. Әсіресе поддубный ертелі-кеш қасынан шықпайды. Ол әркез осыншама күш саған қайдан бітті деп риза көңілмен таңырқап сұрап қояды. Әңгіменің авторы Әуелбек Қоңыратбаев. Сөздікпен жұмыс: бейхабар дегеніміз балалар, хабарсыз деген мағынаны білдіреді. Үшінші тапсырма: суретке қара, мәтінге сүйеніп Қажымұқанды сипаттап айт. Балалар, суретке және мәтінге сүйеніп Қажымұқан ержүрек, батыл, балуан, алып күш иесі, намысшыл деп сипаттасақ болады, иә? Төртінші тапсырма: мәтіннің композициялық құрылымына талдау жаса. Құрылымы және оқиғалар тізбегі. Оқиғаның басталуы: атақты балуан Қажымұқан. Жалғасуы: Қытай еліне сайысқа баруы. Аяқталуы: жапон балуаны Сарикекиді жеңуі. Бесінші тапсырма: суретке қара. Мәтіндегі оқиғамен байланысы бар ма? Кіммен күресіп жатқан болжап көр. Бұл суреттің мәтіндегі оқиғамен байланысы бар. Суретте Қажымұқан жапон балуаны Сарикекимен күресіп жатыр. Алтыншы тапсырма: мәтінге жоспар құр және әңгімеле. Жоспар: даңқты балуан Қажымұқан Сарикекимен жекпе-жек,
қажымұқанның жеңісі деп жоспар құрсақ болады балалар. Жоспар бойынша әңгімелейміз. Қажымұқан жер шарының 24 елін аралап, олардың балуандармен белдескен екен. Алтыны бар, күмісі бар, барлығы 48 медаль алған. Қажымұқан 1905 жылы Қытай еліне сайысқа барады. Ресейден 18 балуан қосылған екен. Сайыс Харбин қаласында өтеді. Сайыста Саркекин дейтін балуан шығып, ажал күресіне түсетінін айтады. Ресей балуандары бұл күрестен бейхабар болғандықтан және де ортаға жүрек сынып, ешкім ортаға шықпай қояды. Сонда болмаған соң Қажымұқан тәуекелге бел байлап ортаға шығады. Алғашында Қажымұқанға бұл күрес беймәлім болғандықтан, бұл күрестің қыр-сырын бағдарлаймын дегенше, жаңағы Саркекин деген мысықша қимылдап, тиген жерін пышақтай тіліп кетеді екен. Осылайша Қажымұқанның бір жақ бетімен ернін жұлып, одан қан сорғалайды. Содан екінші рет қоңырау соғылғанда Қажымұқан ашуға булығып, денесінің ауырғанына қарамастан Саркекиннің желкесінен бір қойып қалады. Осылайша жапон балуаны жеңіліс табады. Осылайша Қажымұқан жеңіске жетіп, пойызбен кері қайтады. Бәрі қуанышты. 5-6 күннен соң Петербургға жетіп, Қажымұқан ауруханада емделеді. Осылай балалар жоспар бойынша әңгімелеуге болады. Ал балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сендерге барлық тапсырмалар түсінікті болды деген ойдамын. Балалар, егер де каналға тіркелмеген болсаңдар, осы видеоның төменгі жағындағы подписаться батырмасын басып, каналға тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңдар. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.